Сәлеметсіз, мен аты Тыныстан Надия. Мен қазір метеорым сұрақтарына жауап беретін боламын. Ең бірінші тас дәуірі болған болатын, және де ең алғаш рет осы тас дәуірінің ескерткіштерін 19 ғасырдың 50 жылдары зерттеп бастаған, және де осы неолит дәуірін алғашқы болып зерттеген 1926 жылы Грязнов пен Комарова болған. Және де осы бізде тас дәуірі 3 кезеңнен тұрады: палеолит, мезолит және неолит. Палеолит біздің заманға бұрын 2,5 миллион мен 12 мың жылдық, мезолит 12 мен 5 мың жылдық, және де неолит 5 мен 3 мың жылдықтарды қамтыған болатын. Қазақстан жеріндегі ежелгі адамның іздері негізгі ерте палеолит дәуірінде табылған, және де ең қолайлы Ашель кезеңінің тұрғындары, қоныстары ол орталық Қазақстанды қамтыған. Солардың біріне Құдайкөл, яғни Сарыарқаның маңайындағы тұрақты айтуға болады. Сонымен қатар Қаратау жотасында да бұрынғы кездегі адамдарға тұруға қолайлы жер болған. Тас дәуірінен кейін қола дәуірі келеді. Ол біздің заманға 2001 мың жылдықтың басын қамтиды. Қола дәуірінде негізгі мәдениет ол Андронов мәдениеті болған, және де Андронов мәдениеті ол біздің ең арғы ата бабаларымыз деп есептеуге болады. Олар негізі мал шаруашылығымен айналысқан, және де қой, сиыр және жылқы сияқты малдарды баққан. Сонымен қатар Жезқазғанда 100 мың тонна кен өндірісін тапқан қазіргі адамдар, яғни сосын Успен рудинінен 200 мың тонна мыс өндірісін тапқан болатын. Олар табиғат күштеріне сенген, яғни тәңіршілдік табиғат күштеріне сенген. Адам жерлегенде бастарын оңтүстік батысқа және оңтүстікке қаратып, аяғы мен қолдарын бүктіріп жатқызған. Яғни бұл бұрынғы кезде ананың ішінде болған поза ретінде қабылдаған болатын. Кейін бізде темір дәуірі, яғни ол бізде сақтардың келуі. Сақтар негізінде солтүстік Үндістан, Ауғанстан және Қазақстан аймақтарында мекен еткен, және сақтар негізгі 3 топқа бөлінген: Тиграхауда, олар Жетісу, Тянь-Шань, сонымен қатар Сырдарияның төменгі ағысында. Кейін Хаума-Варгалар, олар Парадарияның оңтүстігінде, ал Парадария Арал теңізі маңында мекен еткен болатын. Сонымен қатар сақ тайпаларына жататын Исидондар орталық Қазақстанда, Массагетте Арал теңізі жағында, Дайлар Арал теңізі жағында, Аргипилер солтүстікте, Аримасполар шығыста, және Каспилер Каспий теңізі маңын мекен еткен болатын. Сақтардан кейін ғұндар біздің заманға бұрын 201 жылы Алтай тауларына қоныстана бастаған, және де біздің заманғы 93 жылдары осы Арал, Сырдария жақтарға да жаппай көшіп қону болған. Сонымен қатар біздің ежелгі түркі ата-бабаларымыз ретінде үйсіндер мен қаңларды айтуға болады. Олар біздің заманға бұрын 2 және біздің заманның 6 және 5 ғасырларында өмір сүрген. Үйсіндер негізі Жетісуда өмір сүрді, және де қаңлылардың астанасы Битөбеде болған. Енді орта ғасырлық мемлекеттерді айтып өткенде 6 ғасырдан ортасында осы мемлекеттер құрылды. Феодалдық алғашқы ол түрік қағанаты болып табылады. Түрік қағанатының құруының бумын ықпал етті, және түрік қағанаты ол алғашқы қазақ хандығының құрылуына да алғышарт болып табылады. 552 жылы 603 жылдары өмір сүрді. Кейін түрік қағанаты 2-ге және батыс-шығысқа бөлінді. Батыс ол қазіргі Қазақстан бүкіл жерін қамтиды, және сол батыста Тон мен Шегу хандардың тұсында өте қатты дамыған болып саналады. Кейін осы Түргеш, батыс түрік қағанаты ыдырағаннан кейін Түргеш, сосын Қарлы, Қимақ сияқты мемлекеттер құрылған. Қарахан Оғыз, сонымен қатар Қарахан тұсында алғаш рет осы 960 жылы Мұса хан ислам дінін мемлекет дін деп қабылдады. Осы кезден бастап қазіргі уақытқа ықпал тигізгенін көруге болады.
осы Қарахан Қарақытай мемлекеттері кезінде кейін наймандар, жалайырлар, керейттер деген тайпалар осы Моңғолия жерінен Қазақстан жеріне, яғни наймандар Жетісу жаққа көшіп келеді, күшілік басқарған. Бірақ та Шыңғыс хан 1218 жылы осы Жетісу жерін жаулап алып, бүкіл тайпаларды жаулап алған болатын. Кейін осы Шыңғыс хан өзінің ұрпақтарына, яғни Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле деген балаларына 4 ұлыс бөліп берген. Жошыға ең маңызды ұлыстар берген. Жошының ұлы Бату осы Алтын Ордаға иеленді. 1227 жылы Жошы қайтыс болғаннан кейін Бату 1255 жылға дейін билік етті. Ол Алтын Орданы басқарып, сол жылдары яғни Алтын Орданы қалаған. Кейін Алтын Орда Әмір Темірдің шапқыншылықтарынан ақырындап ыдырай бастады. Және де осы 15 ғасырда Ақ Орда құрылды. Яғни Ақ Орда Алтын Орданың құрамында болған, бірақ та өзі құрылып, жеке тәуелсіз мемлекет болып шықты. Ол Ерден Мүбәрактың кезінде және Ұрыс ханның тұсында, Кереймен Жәнібектің ата-бабасының тұсында өте дамыған мемлекет болып мемлекетке айналды. Ең соңғы ханы Барақ хан 1425-28 жылдары билік еткен болатын. Кейін ол Ұлықбек, яғни Әмір Темірдің ұрпағынан осы Сырдария, Сарыарқа жерлерін өзіне қайтарып алған. Бірақ Ақ Орда Барақтың қайтыс болғанымен ыдырап кетеді. Сөйтіп Әбілхайыр хандығы 1428-1468 жылдары билік етеді. Ол өзі ғана бір хан болған, және оның тұсында Керей мен Жәнібек 1460 жылдары бөлек шыға бастап Моғолстан жеріне келеді. Моғолстан жерінде оларды Есенбұға атты хан күтіп отқан. Есенбұға осы Керей мен Жәнібекке Жетісу жерін беруінің бірнеше себептер болады. Ол ойраттардан, Әбілхайырдан қорғануға, яғни олар Керей мен Жәнібек көмектеседі деген үмітте жер береді. Керей мен Жәнібек сөйтіп сол жерге көшіп, 10 жылдың ішінде 200 мыңдай халықты өзіне қаратып алады. Осыны білген Әбілхайыр хан 1257 жылы негізі Әбілқайыр ханға ойраттан Үрімші деген адам жеңілдіреді. Яғни Әбілқайыр хан жеңіп, оның авторитеті түсіп, мемлекет ыдырап, ол алым-салықты көбейтіп, халық та осы Керей мен Жәнібектің артына ұмтылады. Және де осылай Әбілқайыр 1468 жылы кегін алу үшін Керей мен Жәнібектің жеріне бара жатқанда өзі өлімге ұшырап, сөйтіп қайтыс болады. Солай Керей мен Жәнібек Қыпшақ даласында өзінің мемлекетін құруға ұмтылыс жасап, ақырындап сол жерге шыға бастайды. Және де көбінесе олар Мұхаммед Шайбанимен оңтүстік Қазақстандағы жерлер үшін талас тартысқа түседі. Ең бірінші кейін Қасым хан 1511-18 жылдары билік еткен кезде, негізі бұрындық хан, яғни Керейдің ұрпағы бір ғана ұрпағы билік етеді. Кейін Жәнібек ханның ұрпақтары хан болған болатын. Осы Қасым хан тұсында 1 миллион адам болып жарияланды. Содан кейін осы жерде Қасым хан тұсында олар Жайыққа дейінгі жерлерді жаулап алған болатын. Және Қасым ханнан кейін бізде Тахир, Бойдаш атты хандар келеді. Олардың кезінде қазақ хандығы ыдырамайды. Ішкі экономикалық саясаты тұрақсыз болады. Бірақ та 1538-80 жылдары Хақназар хан таққа келгенде барлығын қалпына келтіріп, 42 жылдың ішінде, яғни ең көп билік еткен хан, бәрін қалпына келтіреді. Оны Ноғай және Қырғыз хандар деп атайды, себебі оның тұсында ол Ноғай жерін өзіне қаратып алған болатын. Хақназар Хақназардан кейін Шығай хан келеді, 2 жыл билік етеді. Өзі 80 жастағы шал болғанымен де көптеген істер жасап кеткен. Кейін бізде Жәңгір, Есім,
және хақназар шығайдан кейін тәуекел келеді. Тәуекел сосын есім хан тұсында Тұрсын хан дегенде хан болады. Ол сол уақытта қатаған қырғын деген оқиға болған. Ол кезде Тұрсын хан өзін екінші хан деп билікті өзіне тартып алғысы келеді, бірақ та есім хан оған жол бермейді. Сөйтіп есім ханнан кейін бізде Жәңгір хан тұсында бізде Орбұлақ шайқасы болады. 1643 жылы Орбұлақ шайқасы болады. Ол кезде қазақтар жеңіске жетеді, бірақ та Қодантайшы деген жоңғарлардың батыры күш жинап қайта оралады. Осы қазақтарға кек алу үшін қазақтардан. Сөйтіп Жәңгір хан 1652 жылы бір шайқастардың ішінде өзі қайтыс болады. Кейіндеп Тәуке хан билікке келгенде оның тұсында жеті жарғы қабылданады. Жеті жарғының қабылдануына үш би, Төле би, Қазбек би, Әйтеке би де қолдау көрсетіп, оған қалай заңдарды құрастыруына негізгі ықпалын тигізген. Сонымен қатар бізде Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы деген заңдар болған. Қасым ханның қасқа жолында 5 тармақ, яғни мүліктік, қылмыстық, жұртшылық, елшілік сияқты. Және де жеті жарғы тұсында Төле би негізі орта жүз, Қазбек би орта жүз, Төле би ұлы жүз және Әйтеке би кіші жүздің хандары, билері болып табылған. Тәуке хан негізі 1716 жылы 18 жылы қайтыс болады, және Тәуке ханнан кейін Қайып хан билікке келеді. Бірақ Қайып хан тұсында осы қазақ хандығы сепаратизмге ұшырайды, себебі 3 бөлек мемлекет, 3 бөліктерге бөлініп кетеді. Сөйтіп Жолбарыс, Сәмеке сияқты хандар да өздерін хан сайлап билік ете бастайды. Сонымен қатар осы 18 ғасырдың басында, негізі 1635-40 жылдары жоңғар хандығы құрылады. Олардың негізгі заңнамасы Яса болған, 1640 жылы қабылданған. Сөйтіп олар 18 ғасырдың басында қазақ жеріне шабуылдай бастайды. 1710 жылы оларға соққы беру үшін Қарақұм құрылтайы болып өткен. Оның әскери басшысы Бөгенбай батыр болған. Және бұл құрылтайда бүкіл қазақ басын қосып жауға қарсы шығуды ынталандырған. Сөйтіп, бірақ та 1723 жылы 27 жылдар аралығында Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама атты оқиға орын алады. Бұл кезде жоңғарлар бізге шабуыл жасаған, және қазақтар болған мүлдем дайын болмаған, себебі бұл көктем айында болған, және де халықта ештеңе жұт болған кезеңдер болатын. Сөйтіп қазақ хандығы жеңіліске ұшырап, көбінесе халық оңтүстікке қарай көшіп кеткен. Шәкәрім Құдайбердіұлының айтуы бойынша халықтың 2/3 бөлігі қырылды, және бұл оқиғаның Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама атауының себебі адамдар жалаң аяқ қашып жүріп, табандары ақ болып кеткен туралы айтып өткен. Кейін тағы да бізде Аңырақай шайқасы атты оқиға орын алады. Сонымен қатар Абылай хан деген хан 1711 жылы туылған, 1771 жылы билікке келген, және де оған көмектескен Төле би болатын. Кіші кезінен осы Аңырақай шайқасына қатысып халыққа шайқасқан. Және де тағы бір шайқас Бұланты, яғни қалмақ қырылған. Осы жерде қазақтар 1726 жылы және 28 жылдары өздері сол кезде жеңіс тапқан болатын. Сонымен қатар осындай жеңістерге тап болған қазақ халқының кіші жүздегі ханы Әбілқайыр кезінде, Әбілқайыр 1730 жылы
Ресейге елшілер жібереді, яғни Сейітқұл Қойдағұл мен Қоштайұлыны екеуін. Оның жіберу себебі Ресейде одақтық, яғни Ресейден көмек сұраған болатын. Сөйтіп 1731 жылы осы Анна Иоанновна деген Ресейдің патшайымы осы олардың жіберген елшілерін қарастырып, кейін осы 1731 жылы көктемде Тевкелев келіп қазақтарды Ресейдің одағына кіруге айтқысы келген, және де Анна Иоанновна оған 1 миллион ақша беріп, яғни уговорить ету үшін ақша берген. Сөйтіп 1731 жылы 10 қазанда Әбілқайыр хан ресми түрде Ресейдің бодандығына кірді. Тевкелев негізі жіберілген себебі қазақ билері қарсы болған. Сөйтіп Тевкелев пен Таймовқа осы одан биік яғни генералма сондай атақ берілді. Таймовқа полковник па сондай атақ берілді. Кейін сөйтіп 1731 жылы кіші жүз кіреді. Бодандығына. Бірақ Ресей өзінің айтқан уәдесін орындамаған болатын. Ары қарай себебі қазір Цеван Рабдан деген адам екінші ақтабан алқакөл сұламасын жасаймын деген үмітте шабуылдайды, және де Неплюев атты адамнан қазақтар көмек сұрағанда ол көмектесеміз деп, бірақ өтірік алдап кеткен болатын. 1822 жылы заң түрінде 1822-де бізде ол Сібір генерал-губернаторлығы пайда болды. Оны құрған Спиранский болған, және де ол кезде орта жүздің хандық билігі жойылды. Старшындар, аға сұлтандар билік етті, көбінесе орыстар билік органдарында отырған болатын. Сөйтіп 1824 жылы Орынбор генерал-губернаторы құрылды, яғни кіші жүзде хандық билік жойылған болатын. Осы 1867-68 жылдары Жетісу реформалары орын алды, және де осы Ресейден Қазақстанға ходоктар деген адамдар келіп отырған. Олар осы Қазақстанның құнарлы жерлерін зерттеп жүрген болатын. Осылай өмір сүре келе 1917 жылы, яғни басында қос үкімет құрылған, уақытша үкімет және уақытша үкімет, яғни ақштар мен қызылдар болған, демократтар мен буржуазиялар деген. 1717 жыл 25 қазанда Қазан төңкерісінде қос үкімет жойылып, орнына кеңес үкіметі құрылды. Оны Ленин басқарды, яғни Ульянов. Сөйтіп 1720 жылдары 1919 жылы Қазревком 10 шілдеде құрылды. Бірақ осыған қарамастан қазақтар көтеріліп, алаш зиялылары да осыған қарсы болып, негізі алаш қозғалысы 1905 жылы болған, және 1920-25 жылдары Қазақ АКСР құрылған болатын. Негізі ол 1920-25 жылы Қырғыз АКСР деп аталған, бірақ та 1925 жылы Қазақ АКСР-на ауысқан болатын. Сөйтіп 36 жылға дейін осы Қазақ АКСР болған. Негізгі халық саны 5 миллион, және де шаршысы 2,7 миллион шаршы километрді қамтыған.
1936 жылдан 91 жылға дейін қазақ кср кеңес социалистік республикасы болды. Бұға дейін Түркістан АКСР-де болған, бірақ та бұның бәрі уақытша болды. Осы жылдары бізде қазақтарды орыстандыру саясаты қатты жүзеге асты. Мысалы, оның мынандай жолдар болған. Егер де адам қазақ халқы шоқынса, христиан дінін алса, онда оларға жер, ақша сияқты сыйлықтар берілген, және де орыс қазақ мектептері құрылды. Сол кезде қазақтар орыстандыру саясаты жақсы болатын еді. Және де осы 1927 жылы Голощекиннің ұжымдастыруы, сосын индустрияландыру, әскери коммунизм негізі ұжымдастыруға дейін болған. Осы кездерде халық қатты зардап шегіп, сонымен қатар Карлаг құрылған, яғни концлагерлер. Мысалы, Карлагта Гумилев болған, және осы отандарын сатып кеткен адамдар үшін, әйелдер мен балалар үшін Алжир атты лагерде еңбек еткен, және Степлаг атты лагерде болған. 53 жылға дейін созылған. Сөйтіп, 53 жылы негізі Сталин қайтыс болып, Хрущев жылымығы болды, бірақ та бұл ешқандай жылымық болмады, себебі бәрі болғандай қалды. Негізі осы Хрущев, Брежнев, сосын Андропов, Черненко тұстарында, кейін ең соңғы осы КСРО-ның президенті Горбачев келгенде, ол 9 одақтас мемлекетпен тәуелсіз және дос ретінде бөлінуді қарастырған. Негізі 20 тамызда олар уже қолқұжатқа қол қойып бөлініп кетуді қарастырған, бірақ тамыз бүлік атты оқиға орын алып, ол құрылым Горбачевқа қарсы шыққысы келген, бірақ Горбачев өзінің сөзінде тұрып, 1991 жылы 8 желтоқсанда осы әртүрлі мемлекеттер, осы аралықта әртүрлі мемлекеттер өзінің тәуелсіздігін алған болатын. Негізі 1989 жылдары Жаңаөзен оқиғасы және Қарағанды ереуілі орын алды. Себебі бұл жерде еңбек, жұмыссыздық және еңбек ақысының аз болуы себеп болған болатын. Бірақ та 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Қазақ Республикасына ауысқан болатын. Сөйтіп 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Ең бірінші болып бейресми түрде Турция, түрк мемлекеті мойындаған болатын. Кейін ресми түрде ақш, және 92 жылы 3 қаңтарда Қытай, қ республикасы, қ деген өзі ғой республика, сол мойындаған. Және 1986 жылы бізде желтоқсан оқиғасы да орын алған. Оның себебі Дінмұхамед Қонаевтың орнына Колбинді қоюы, және Колбиннің қоюына халық көтеріліп, 86 жылы көптеген адам қаза тауып, өте қиын уақыт болған кезең. Бұның барлығы тәуелсіздікке ұмтылған екенін білдіреді. Сонымен қатар, осы тәуелсіздік қабылданғаннан кейін 1992 жылы біз наурызда Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кірдік. Сөйтіп 94 жылы негізі 92 жылы 4 маусымда ту мен елтаңба қабылданды.
Сөйтіп 93-жылы қаңтарда бірінші конституция 4 тараудан тұрған болатын, 21 бөліммен. Кейін 95-жылы осы 30 тамызда қазіргі уақытқа дейін созылған конституция қабылданған болатын. Осылайша Қазақстан өзін дамыта келе қазір және тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев болып атанды. Көптеген елдермен халықаралық қатынастар орнатып, осылай тәуелсіздік әлі күнге шейін созылып жатыр. Қорытындылай келе, қазақ халқының, қазақ мемлекетінің құрылуының алғышарттары өте үлкен және күрделі. Сол себепті тәуелсіздігімізді қадірлеп, осы мемлекетімізді одан ары дамытуға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Сау болыңыз.